Түзу сызықтың графигін қалай сызамыз? Мына жерде берілген теңдеуге сәйкес көк нүктелерді жылжытып түзуді орналастырыңыз дейді, және де көл бөлігін және де ордината осінің қиюын табу керек. Мына жерде бізде y тең, мынау біздің беріп тұрған функция y тең минус 4-тен 1 x плюс 3-ке тең, иә. Біз бұл жерде білеміз, мынау 3 деген ол бізде бос мөлшер, ол b-ға тең болады. Ол үнемі мына ордината осінің қиюы бойынша мына 1, 2, 3-те тұрады. Ордината осінің қайда қиятын болса, сол 3-ке тең болады. Мына жерде бізде бос мөлшер. И 4-тен 1. 4-тен 1 дегенде былай істесек болады. Тура осы көк нүктенің қасынан оңға қарай 4 қадам. 1, 2, 3, 4. Және де бізде минус 1 болғаны үшін біз төменге түсеміз. Y бойымен төменге. Сонда мына бізде бұл теңдеудің түзуі осы түзу көк сызық болады. Және де мына бізде көл бөлігі. Көл бөлік деген ол осы біздегі 4-тен 1 деген x-тен тұратын сан бізде көл бөлік болады. Сонда бізде минус 0,25. Ал бізде ордината осінің қиюы ол b бізде 3-ке тең болады. Тексеру батырмасын басамыз. Дұрыс дейді. Олай болса, келесі жаңа сетті мен сізге беремін. Бізге комментарий жаза кетіңіздер. Көл бөлігін, ордината осының қиюын және теңдеуін жазыңыз.